Сәлем, мен YouTube көрермендерім. Мен бүгін сіздерге арнап дренажный массажды қалай жасайтынын көрсететін боламын. Видеоны көрмес бұрын подписка жасап, лайк қоюды ұмытпаңыздар. Дренажный массаж 3 әдіспен жүреді. Сипалау, ұрғылау және ысқылау. Бірінші жақсылап қыздырып аламыз. Баламыз осылай жылайды енді. Жақсылап қыздырып аламыз. Қызартып тұрып уқалаймыз. Қатты уқаламаймыз, қатты күш салмаймыз. Бірақ қызарғанша уқалайтын боламыз. Міне қабыртқаларды ғана уқалаймыз. Арғай органдарға тиіспейміз. Сосын ана жерде жүрек тұрған жерді абайлаймыз. Жүрек тұрған жерге ұрғылау жүрмейді. Қолымызды осылай уқалап шығамыз. Балапаня. Осылай уқалап шығамыз. Қыздырып тұрып уқалаймыз. Дренажный массаж жақсы. Дренажный массаждың ешқандай қиындығы жоқ. Үйреніп алып жасасаңыздар болады. Ешқандай да қиындығы жоқ. Тек абайлап жасау керек та. Чем антибиотик уколдармен баланың иммунитетін түсіргеннен гөрі осылай жасап, қақырып тастаған жақсы. Ей. Қолымызды осылай ұстаймыз. Екі саусақпен. Күшті дауыс шығады. Ойыншық қана, ойыншық. Ма. Осылай. Осылай ұрғылаймыз. Мына жүрек тұсын ұрмаймыз. Жүрек тұсын ұруға болмайды. Үш айлық балаларда ұрғылау жүрмейді бұл ұрғылау. 3 айға дейінгі балаларды. Мен балам 11 айлық, сосын жасай берем. Сосын қолымызды мінекей. Былай емес, басын бәрін осылай біріктеміз. Бап, осылай ұрғылаймыз. Мұрақтан бөктерін. Осылай ұрғылаймыз. Жақсылап ұрғылаймыз. Мына жақтағы бөліктерді, қолтық асты бөліктерді. Балам қашты. Кел. Қашпа. Неке пеленканы алдымызға жайып аламыз. Кір болмас үшін. Басқа қырық шығады, басқа болады. Кір болмас үшін жайып аламыз. Баламызды алдына жатқызырамыз. Тура жағы әдіс бойынша қыздырамыз, жақсылап. Тура бұл жерде қабыртқа тұстарынан бастап арғай тиіспейміз. Қабыртқа тұстарын жақсылап уқалаймыз. Қыздырамыз. Сықылаймыз. Видео көрініп тұрмайды. Кел. Маған подписка жасауды ұмытпаңыздар.
осылай жақсылап ысқылаймыз. Болды. Kan жата ғой, жата ғой. Мақұл. Мінекей осылай ұрғылаймыз. Тура жағдай ұрғылаймыз. Ұрғылаймыз. Сосын жағдай қолымызды осылай ұрғылаймыз. Күшті деген. Ешқандай қиындық жоқ. Сосын дренажде массаждың алдында балаға су беріп жүреміз. 10 минут, 15 минут. Достар, міне осы кезде видеода көріп тұрғандарыңыздай қолымызды майлап тамағын жоғары қарай көтеретін боламыз, ысқылаймыз. Яғни келіп тұрған қақырықты жоғары қарай көтереміз. Осы кезде балдарыңыз қатты жылап кетуі мүмкін. Мен видеода балам қатты жылап кетті, сол үшін дауысын өшіріп қойдым. Қатты жылағанына да қарамай осылай жасайтын боламыз, көмектеседі. Осылай тамағын ысқылап болғаннан кейін баламызға азырақ қызылмай беріп жүрген жақсы. Қызылмай беріп жүріп қолымызға перчатка киеміз. Не болмаса үй жағдайында өздеріңіздің балдарыңыз істесеңіздер қолыңызды жақсылап жуып тамағына тығып оқытасыздар да балдарыңызды. Сол кезде құсықпен бірге қақырықтар атқылап шығатын болады. Ал достар, мен келесі видеода сіздерге арнап осы қазіргі жүріп жатқан вирус жөтелден, қақырықтан қалай құтылу керектігін тағы да бір жолын көрсететін боламын. Оны жіберіп алмас үшін подписаться етіңіздер, жанындағы колокольчик белгісін басып қойыңыздар. Келесі видеода жолыққанша.